апаттарымен келіпті. Өзінің жасын көзге толы 10 жылдан бері нәресте сүйе алмай отыр екен. Ол өзі Алладан жалбарынып нәресте сұраумен болған. Жалынамын сұраймын бір перзентке зар болып, даусымды естигі, маған перзент берегі. Егіздер 7 жасқа толғанда дүние жүзіне дән таратып жүретін жер, мұнды әйелдің өзінің отыратын жерін біліп, сол жерге келіп, өзінің дәнін тастап кетті. Дәнді алып құмыраға отырғызып, оны баптап өсіреді. Ал егіздер сол гүлдің жайқалып өсіп келе жатқанын көріп, олар да өсіруге көмектесіп, күндіз күнжан, су құйып, баптап өсірсе түнжан, түнгі жерден қорғап, ол гүлді өсіруге көмектеседі. Жан бітіп әдемі қыз кейпіне енген еді. Ал Түнжан мен Күнжан болса, олар да есейіп қалған еді. Түнжан да, Күнжан да қызғалдаққа ғашық болып қалады.
ханшайымы гүлдердің. Осы кезде Күнжан мен Түнжанның ауылына қауіп төніп тұрған еді. Қызғалдаққа қызығып жүргендер тұтқиылдан келіп соғыс бастады. Бауырым көрді, мен саған сырымды үлкен айтайын. Ханшайым гүлдердің махаббатыма қайып, қызғалдаққа ғашықпын, кездесуге асықпын. Бауырым Түнжан, мен саған сырымды үлкен айтайын. Ханшайым гүлдердің қызғалдаққа ұқсайтын сұлу қызды іздеймін, түнерді көзім менің. Түнжан аға, өзіңе бақытты бол деп тілеймін. Қызғалдақтың қасында сен тек түнде боласың. Бұл өмірден біз кетсек, түнде кім пана болады? Уайымдама бауырым, күндікші күндіз болам.